Ассалаумағалейкум құрметті телекөрермендер, әдеттегідей өздеріңізбен маңызды мәселе тікелей эфирінде қайта қауышып отырмыз. Алла тағала адам баласына бір тәулікте 24 сағат уақытты өлшеп берген. Түнді тынығу, ал күндізді ризық несібе табу үшін жаратқан. Алайда күнделікті күйбең тіршілікте біз үлгере алмайтын істердің көп екендігін баршамыз білеміз. Сонымен одан қалай құтылуға болады, уақытымызды қалай тиімді пайдалануға болады? Қысқасы, уақыт неге жетпей жүр? Бүгін осы сауалдарға жауап іздейміз. Ал біз эфирге шақырылған қонақтармен таныстырып өтсек. Қазақ бас сәулет құрылыс академиясының вице-президенті, қоғам қайраткері Әділ Неспаев ағамыз және Алматы қаласы Әбубәкір мешітінің наиб имамы Айдос Шарапатбекұлы. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Сұхбатымызды бастамас бұрын Әділ аға, уақыт тауып эфирге келгеніңізге көп рахмет. Жалпы көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, Аллаға шексіз ризамыз. Өзі бір каналдарыңызды жақсы көреміз, көрінетін канал, халықтың көріп атқаны қазір өте қарқындап жатыр. Сондықтан сіздер шақырғаннан кейін көңілімізбен жерге балаларға келіп қызмет жасайық деп келдік. Рахмет аға. Мына адамның уақыты жайлы асыл дінімізде не айтылған? Мәселен, Құранның бетін парақтай отырсақ, Алла тағала фәжір, духа және асыр деген сүрелерді түсірген. Осылардың мәнісі қандай? Жалпы уақыт жайлы не айтылған? Аузубиллахи минашшайтанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах, уассалату вассаламу аля расулиллах. Барлық мақтау Аллах Тағалаға және оның елшісіне салауаттар болсын деп Алланың атымен бастаймыз. Жалпы бұл сұрағыңызға келетін болсақ, дұрыс Құранда Аллах Тағала сондай кейбір мекендермен және уақыттармен серт береді, уәде береді. Осы тұста біз негізгі мәселені аңғаруымыз керек. Ол аңғаратын нәрсе, адам баласы жалпы серт берген кезде, уәде берген кезде негізгі мәселе тек қана Аллах Тағаланың атын атаумен ғана уәде бере алады. Басқа нәрселердің атын атаумен ол уәде бере алмайды. Ал енді Аллах Тағалаға өзінің сипатына, затына байланысты бұл адам баласына сол мекендермен, уақыттармен уәде беруі, яғни ол нәрсенің құнды екенін көрсетеді бізге. Қандай нәрсемен уәде берген болса, сол нәрсе құнды болып есептеледі. Асыр сүресінде мысалы үшін асырға серт. Оны тәпсір ғалымдары бір-біріне ұқсас мағыналарды аударған. Балама бір несін тәпсірін берген. Яғни 100 жылда айтатын болса, біреулер уақытты айтқан деп айтқан. Сонымен қоса асыр намазының уақытын айтқан деп те келеді сондай тәпсірлерде. Ал енді негізгі басым көпшілігі сол уақытты айтып жатыр дейді Аллах Тағала. Ал енді жаңа сөзіміздің басында айттық, бір нәрсе қаншалықты маңызды болатын болса, Аллах Тағала сол маңызды болған нәрселермен ғана біздерге серт берген. Енді сонда имам Шафии айтады ғой, егер дейді Құран толығымен түспей дейді, осы асыр сүресі түсетін болса, адам баласы үшін ол жеткілікті болатын еді дейді. Не үшін? Өйткені бұл жерде 4 мәселені қаратып, осы уақытымызды тиімді пайдалануда Аллах Тағала сол сөзмен уақыттарыңды пайдаланыңдар, дұрыс пайдаланыңдар дегеніндей, асырға серт расында адам баласы қасірет ішінде деді. Яғни уақытты дұрыс пайдаланбаса егер, адам баласы қасірет ішінде. Ал дұрыс пайдалану 4 негізгі факторды айтты десек болады. Бірінші, иман келтіргендерден бөлек, иман келтіргендер ол бөлек, және салиқалы амал жасап, жақсылыққа шақырып, сабырлыққа шақырғандардан басқасы қасірет ішінде деп айтып кетті. Сол сияқты уәләялин ашир, жаңағы неде келеді, уәл фәжір уәләялин ашир деп, жаңа фәжір сөзін айттыңыз ғой. Фәжір деп келетін болса, ол Аллах Тағала таңға серт берген. Ал таңғы уақытты алатын болсақ, бұл мұсылман баласы таң аттырған кезде Аллах Тағаланы зікір етумен сондай таңын аттыратын болса, онда ол таңда береке болады деп, бұл таңның бір ғажап уақыт екендігін біздерге баяндайды дейді. Жақсы. Әділ аға, балалық кезде осы өтпейтіндей көрінетін уақыт қазір тек жылдам өтіп бара жатқан секілді, сынаптай сырған уақыт дейді ғой. Соның сыры неде деп ойлайсыз? Бұл балалық заманда сенің мысалы азаматтық жауапкершілігіңді, әйтпесе басқа да қоғамдағы, халықтың алдындағы жауапкершілігің ата-ананың мойнында. Ата-ананың мойнында соған өзіме жауапкершілікке тезірек жетсем, қанатымды қағып өзімнің туған ұямнан ұшсам ба дегенде, өзі адамның өзі бір талпыныспен сол уақытты жеделдететін сияқты. Кейіннен бірақ айтасың, аңсайсың, балалық шағым қандай тамаша еді деп. Әке мен шешенің қамқорында, алақанында өскен деген уақыт өте зымырап өте шығатын уақыт қой.
қазір зымырап баратыр дейсіз ғой. Енді мына қызметке байланысты, істеп жатқан іс-әрекетке байланысты күндегі бала тәрбиесі бар, басқа да өзінің жанұя тәрбиесімен жұмысымен болғаннан кейін, жалғыз ғана бала кезіңдегі өзіңнің ғана құзыретіңдегі іс-әрекет емес, енді қазір жұбайыңның, үйіңнің қызметі, баланың болашағы мен баланың білімі басқаға қарағанда, онда бір адамға емес, сол адамның бәрінің уақытына бөлісу керек болады. Өзіңнің уақытыңды соларға бөлу керек болады. Білдіңіз ба? Міне, гәп қай жерде уақыттың жалғыз адамға, ер азаматқа жетпейтіндігінің де бір кішкентай ғана көрінісі сол. Жақсы. Мәселен, адамзаттың қадіріне жете бермейтін екі нығметі бар дейді ғой. Осылар жайлы айтсаңыз, не себептен дәл осы екі нығметті қадіріне жете бермейміз? Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисі, екі нығмет бар. Адам баласы ол екі нығметтің қадірін біле бермейді дейді. Бұның бірі денсаулық болатын болса, екінші бос уақыт дейді. Расында біз көп жағдайда өзіміздің денсаулығымызды зиянды нәрселерге қолданып жатамыз. Оны қазіргі кезде де өзіміздің қоршаған ортамыздағы адамдардың пайдаланып жүрген нәрселерінен де қарасақ болады. Мысалы үшін шылым тарту деген сияқты ол денсаулықты құртып жатқан нәрсе ғой енді. Онымен қоса шылым тартудың өзінде уақытпен бірге алып жатыр ол денсаулықты. Яғни бір уақытыңды алады, екінші денсаулығыңды алады. Сол сияқты тағы да бір өзіміздің денсаулығымызға кері тигізетін нәрселерді қолдану, жалпы адам баласы осы денсаулықтың қадірін білмейді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты. Енді бос уақытқа келетін болсақ, бұл бос уақыт расында да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисін қуаттай отырып негізге алатын болсақ, егер бізде шынымен де бос уақыт туындап қалатын болса, жалпы бұл тақырыптың өзі мұсылманға жат тақырыпта негізінде. Мұсылманда бос уақыт болмайды негізінде. Ешқандай бос уақыт болмау керек. Мына айтып жатыр мұсылман жалпы адамдар деп айтып жатыр. Пайғамбарымыз мұсылман деген жоқ та бұл хадисте. Ниаматани ла мағбун касирун минан нас деген сөзді құрады. Яғни адамдар деп айтты. Мұсылман деп айтпады пайғамбар. Өйткені мұсылманда бос уақыт болмайтындығын білдірді. Осы тұрғыда егер бізде бос уақыт болып қалатын болса, бірінші Алланы зікір етейік. Одан бөлек Алланың нығметтерін ойлайық, мысалы үшін. Оның өзі біріне сауап іс-әрекеттерді егер бос отыратын болсақ. Сол Ибн Ақил айтады, үлкен ғұлама кісі, егер менде бір бос уақыт болып қалса дейді, мен дейді демалу үшін аяғымды созып жататын кезде оймен шешілетін нәрселерді ойлауға көшемін дейді. Яғни оймен шешем, және ойыма бір нәрсе келіп қалған кезде оны қағаз бетіне түсірем дейді. Және осы іс-әрекетім дейді 80 жасыма жеткен кезде 20 жасындағы ілімге деген талабынан да артық болды дейді. 80 жасында қараңыз. 20 жасындағы талабынан артық болған екен да. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соны айтты. Яғни уақытқа көп адам осылай қазіргі кезде интернеттік желіні қолдануда да, жаңа жүріс-тұрысымызда да кішкене қол бос болған кезде де барлық нәрсе тиімсіз нәрсені қолданудың барлығы осы адам баласының жалпы уақытты дұрыс пайдаланбайтындығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты. Және жаңа өзіңіздің бірінші алғашқы сұрағыңызбен Аллах Тағала асырмен, яғни уақытпен серт беру арқылы уақытты адам баласы қасіретке ұшырайтындығын айтқан да. Яғни пайғамбарымыз хадисі бұны қуаттап тұр яғни. Жақсы. Аға, енді өзіңізде бос уақыт көп бола бермейтін шығар. Енді білімізден деп жатыр, жалпы өзіңізде білім саласында қызмет етіп жатырсыз, ғылым саласында қызмет етіп жатырсыз. Бос уақытты қалай пайдаланасыз аға? Бос уақыт бола ма сізде? Бос уақыт міндетті түрде адамда бар, бірақ бос уақыттың өзі неге бос уақыт? Бос уақыт бұл үлкен бір қызметті бітіресің, үлкен бір іс-әрекетті, жобаны бітіргеннен кейін адамның өзі ары қарай жұмысқа қабілетін дамыту үшін. Немесе тағы да қарқында басқа бір іске күш салып үшін миды мына орнын алмастырып дайын болу үшін демалыс жасау керек. Ол демалыстың өзін имам бауырым айтқандай, демалыстың өзінің пайдаланғанның өзі уақытты дұрыс пайдаланғанға болады. Демалыс кезінде кішкене спортпен айналысу болады, бала тәрбиесіне қарау керек, кітап оқығанда керек, әйтпесе мәдени шаралармен солармен танысып, ол демалыс уақытының өзін бос уақытқа сырапсыз келмеу керек. Бос демалыс екен деп аспанға қарап, жай қара ұйықтап жата берсең, онда ол демалыс болмайды. Демалыстың өзі басқа бір нәрседен шаршағанда екінші нәрсеге жаңағы адамның бұлшық етіне кішкене жаңағындай салмақ түсіру керек. Адамның бой жүрісіне, аяғына салмақ түсіру керек. Қызмет жасаумен сол кезде ол да уақытты дұрыс пайдаланған болып есептелінеді. Алматының әсем таулары бар, мысалы шаңғы тепсе, салауатты өмір салдым деп жатсыз ғой. Осылармен айналысса, жалпы бос уақытымыздың барлығы толатын болып тұр ғой.
Сондай ақ мынау адам бос әңгіме ұзын сона сериалдарға кіріп уақытын өлтіре бастаған кезде нені ойлау керек? Жалпы кез келген уақытты өлтіре бастаған кезде Аллах Тағаланың қасиетті аяттарындағы қалайша сендер ойланбайсыңдар деген аяттар бар. Яғни Аллах Тағаланың біздерге берген жаңағы нығметтерін, бірінші жаңағы екі нығмет деді ғой, осы нығметті мен дұрыс пайдаланып жатырмын ба, әлде дұрыс пайдаланып жатқан жоқпын ба? Негізінде осы жаңа көбіміз шынымен сол телевизордың алдында сериалдарды көріп, турецкий болсын, корейский болсын, уақытымызды текке өткізіп жатамыз. Бұл біздің өмірімізді сол бағалы болған ең сәтін өшіріп жатқанымызбен тең да. Өйткені мына алып қарайтын болсақ, ішер суы көп болған 100 жыл жасаған қарт адамның бір 20 жылдық жастық шағын алайық, және сол сияқты 40 жылдық қарттық шағын алсақ, одан не қалады? 40 жылдық қана маңызды өмір қалады екен да. Енді осы 40 жыл болып тұрған маңызды өмірімізді біз түкке пайдасыз бір сондай бір рухымызға кері әсер ететін нәрселерді көрумен, болмаса сондай бір жаман дүниелермен өткізетін болсақ, онда шынымен де біздің адами қасиетіміз азая түседі. Біздің алға дамушылығымызда және бізге сенген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мен бізге сеніп кеткен сол ұлт зиялыларының іс-әрекеттеріне бір сондай бір қайшы іс-әрекет істеп, олардың бір сондай елім үшін деп жанын қиды олар, елім үшін деп өтті дүниеден. Солардың бір сеніміне су сепкен болып есептелеміз да, яғни. Сондықтан біз өмірімізді ондай жағдайда ойлайтын кезде әрбір адамда бос уақыт, жаңа мұсылманда бос уақыт болмайды деген сөзінде бір астарында, егер шынымен де сондай қатты бір бос уақыт табылып телевизор көретіндей бір жағдайың болып қалса, сен қаза намазыңды оқы да. Онда сен қаза намазыңды өтеумен сен өзінің бұрынғы қаза болып қалған нәрсені өтеп, Алланың алдында сен ертең жүзің жарық болып тұрасың. Жақсы, рахмет. Алғашқы хабарласқан телекөрермен бар екен, рұқсат болса қоссақ. Тыңдап тұрмыз, қандай сұрағыңыз бар? Менде қазір бос уақытым көп. Мысалы, күйеуім де ішпейді, шекпейді, онда бос уақыты көп. Бірақ намаз оқымайды. Не істеуіміз керек біз? Рахмет, Алла разы болсын. Осы бос уақытты қалай жақсылықтарға пайдаланып қаламыз дейді ғой, жаңа. Ең болмаса бұл жаңада эфирдің басында негізінде кішкене бұл сұрақтың толығымен болмаса да жартысын қамтитындай бір жауаптар болды. Және толығымен қамтып кететін болсақ, бұл бос уақытты қалай өткізу және яғни намаз оқымайтындықтарын айтып жатыр ғой енді. Негізгі ең маңызды уақыт негізі намазда, бұл уақыттың ішіндегі ең маңызды намаз. Бұл намаз болмаған уақытта береке болмайды. Сондықтан да жаңағы қолданылып жатқан бос уақыттың көп келетіндігі осы адамның намазы жоқтығынан. Өйткені егер намазың болмай, жаңағы басқа нәрселерге уақытты табам дейтін, ол мұсылманның несінде түсінігінде болмау керек. Яғни бірінші намазың болып, содан кейін барып сол намазыңнан кейін барып қалған дүниелерге не аласың, сен өзіңнің іс-әрекетіңді жасай бересің. Өйткені ертең бұл дүниеде негізі не бар, жаңағы кішкене ашып айтып кететін болсам, бұл дүниеде амал бар, бірақ сұрақ жоқ. Ақыретте сұрақ бар, амал жоқ. Сондықтан Құран кәрімде Аллах Тағала біздерге айтты, яума яфиру мар'у мин ахи, қазақ мағынасында айтып кететін болсақ, ол күні адам дейді досынан, ата-анасынан, бала-шағасынан, болмаса әке баласынан, бала сияқты шешесінен қашады дейді. Сондай күн туған кезде барлық нәрседен адам баласы сол кезінде бұл дүниеде ең адамға қымбат нәрсе өмір ғой. Ал ақыретте адамға ең қымбат нәрсе өлім болып кетеді дейді. Өйткені не үшін? Адам сондай намазсыз өтіп, сол бос уақытын сол бекер пайдаланып, ақыретте тозаққа түсіп қалатын болса, не үшін, неге мен өліп кетпеймін деп қиналады екен да. Яғни өлімнің өзі қымбат. Ал мұсылман адамға тура жолда уақытын дұрыс пайдаланып намазын өтеген адамға ол жәннат ешқашан өлмейтіндей бір рахат сезімде, нығмет болады екен, яғни өлместік. қосасыз ба? Сериалдарға, бұқаралық ақпараттық құралдардан түсетіндерге мына денсаулық сақтау саласындағы екі саладағы дәрігерлер айтады. Мысалы, адамның асқазаны өзінің қорыталмайтын затты жейтін болса, әйтпесе улы затты салатын болса, оның бір қорғаныс күшімен оны сыртқа лақтырады. Білдіңіз ба? Ал мидың ондай қабілеті жоқ. Білдіңіз ба? Ми мен көздің ондай қабілеті жоқ. Бар нәрсенің бәрін жақсы ма, жаман ба, ол сіңіре ме, ол адамның мына ағзасы мен адамның жүйесіне кедергі келтіре ме, оған қарамайды. Ақпараттың бәрі құлақтан кіріп, миға кіріп отыра береді. Міне, сонда қауіпті. Осы жаңағы бос уақыт емес, өздерінің уақыттарын
маңызсыз, өзіне керек жоқ ақпаратсызды қарап уақытты өткізгеннің өзі сондай бір жаңағы адамның ағзасына келмейтін, жеуге пайдалы зәтті жегенмен бірдей деп түсіндіргімге айтқым келеді да. Өте жақсы. Сосын қарап отырсақ, қазір мысалы жастардың көпшілігі енді аға буын өкілдері де әлеуметтік желілерге кіреді. Facebook, Instagram дейміз, WhatsApp дейміз. Енді оны мүлдем пайдасыз деп айта алмаймыз. Одан білім алуға болады, пайдалы ақпарат алуға болады. Елде болып жатқан кейбір ақпараттарды бірінші сол жерден естіп қалып жатамыз кейде, бірақ соған кіріп кетіп, жаңағы атақты жаңағы кісілердің жаңағы өмірін бақылап, не жеді екен, қайда барды екен деп отырып та уақытын өлтіретіндер бар ғой аға. Осыған жастар қандай бұл жерде мына жастарға айтатыным ең бірінші алдыңғы сұраққа да қосымша бұрынғы ғылыми баяғыдан философтардың айтып келген бір сөзі бар. Мына телевизор көргендермен, енді қазір айтуға болады, енді ғаламтор көргендермен көргендерді болашақта кітап оқығандар басқарады деп. Білдіңіздер ме? Кітаптың қандай пайдасы бар? Кітап ой дамытады. Адамның өзінің елестету қабілетін дамытады. Өзінің ойлану, сонан кейін өзінің ойын беруге қосымша адамның бойын сергектік болады. Ондан бұл қазірдің өзінде де осы уақыттағы мына денсаулық саласындағы жасалып жатқан сараптамалардың өзі соны көрсетеді. Баланың деңгейі ол ғаламторда отырды ма, әйтпесе кітаппен айналысты ма? Екеуінің шығарма жазусында, әйтпесе мазмұнын адамға беруінде, мені білдіңіз ба? Ал мына ғаламтордың пайдасы бұл жағында. Егер өзіңіздің жаңағы уақытыңызды жоспарлап, өзіңізге жоспар жазып қойсаңыз, мысалы 1 жылдық, 2 жылдық, өнен кейін 1 айлық, өнен кейін 1 апталық жоспар жасаған іс-әрекетіңізге байланысты сіз міндетті түрде ғаламторға қарайсыз, бірақ сол уақыттағы қалай пайдаланған екен, өзіңіздің жұмысыңыз үшін сол уақытта ғаламтордың пайдасы бар. Жаңа өзіңіз айтқандай, ол ғылым үшін ғана пайда. Құрдан-құр өзіне керек жоқ па ол, өзінің жоспарына енілген нәрсе ма, білген нәрсенің бәрі уақытты тек қана бос өлтіру ғой. Иман Бауыр айтқандай. Өте жақсыға. Сондай қазіргі уақытта көп ата-аналар осы балаларымызға дұрыс тәрбие бере алмай жүрміз. Осыларға көңіл бөле алмай қойдық. Жұмыста қауырт, күнде барамыз, кеш қайтамыз, ерте барамыз, кеш қайтамыз деген сияқты сөз көп қой. Бірақ қазір осы жерде біз жіберіліп жатқан кемшіліктер кейін баланың тәрбиесіне қалай әсер етуі мүмкін деп ойлайсыз? Бұл жерде жаңа ұрпақтың тәрбиесінің өзін баланың анасын іздеп жүргеннен кейін бастау керек. Ал бірақ бала кішкентай бүлдіршін өмірге келген күннен бастап сол балаға күнде өзіңнің жоспарың бойынша қанша уақытты бөлуің керек. Кейін бала ол мектепке барады. Балалардың қандай сабақ оқып жатқаны, қандай әдебиетпен оның жаңағыдай мынандай көзқарасы бар. Өзің жолдастарымен, әйтпесе ғаламторда қандай көруге болады, ғаламторда бірге отырып жұмыс істегені бар. Сонан кейін баланы мысалы мектепке жіберіп қойып, қазіргі уақытта қалталы азаматтар ондай да бар. Мына жеке меншік, мен мектепке ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ ертеңгісін сағат 8-де апарып тастайды, түсіңгі сағат 4-те, күннің екінші жарысында 4-те қайтып алып келеді. Менің ақшам бар, мен бала алдындағы өз парызымды жасап жатырмын. Мен мектепке орналастырып қойдым ғой деп. Үйірмелер бәрі ішінде. Үйірме бәрі соның ішінде. Бірақ бала қайтып келгеннен кейін бала ғаламторда ғана отырады, шаршайды, ұйықтайды, болды. Әке көрмеуі де мүмкін. Сондықтан бала тәрбиесінде балаға міндетті түрде жаңа бос уақытыңыздың ішінде балаға міндетті түрде сіздің апталық 3 күндік, 1 айлығың ішінде баламен қанша уақыт өткізетіңіз болу керек. Ол жұмысыңыз болу керек. Сонда баланың не істеп жүргенін, қалай істеу керек екенін, оның достарымен араласқанын, оның жаңағы немен айналысып жүрген, оны қандай нәрсе қызықтандырады, соны білесіз. Білдіңіз ба? Ал бала мектеп тәрбиеледі екен, аула тәрбиеледі екен, қоғам тәрбиеледі дегенге ертең баланың болашағы үшін халықтың алдында, мемлекеттің алдында ата-ана жауапты. Бұны бір мысал ретінде айтып кететін болсам, мысалы сіз мына жеміс бағын ектіңіз деп. Егер жеміс бақтан жеміс алғыңыз келсе, жақсы, үлкен, тәтті мүмкіншілік болатын болса, соны кесіп, әйтпесе дұрыстап, тәртібіне келтіріп бақпасаңыз, 3-4 жылдан кейін жемісіңіз қандай болады? Кішкентай болады. Биіктеп өскіден оның жемісіне қолыңызды жеткізбейсіз. Бала тәрбиесі де сол уақытта. Кезінде жасалмаған бала тәрбиеге жемісі де аз болады, оған ары қарай қолыңызда жетпей қалады. Сіздің керек қылмау да мүмкін ғой кейін. Иә, керек қылмау. Сіз оған бір жаңағы жабайы өсіп өткен саябақтай болады да қалады, оған сізге пайдасы болмайды баланың. Мәселе ары қарай әкеге бала шағаның пайдасы өзінің жаңағы
ата тектен келатқан ар жағына тегіне пайдасы болу керек қой. Міне көрдіңіз ба? Бала тәрбиесінің соған барып ұратын ертеңгі өзінің фамилияңа, ертеңгі тегіне, оның қосатын үлесіне әке-шеше жауапты. Сондықтан бала тәрбиесі бірінші. Ол біз тек қана өз баламызды тәрбиелеп жатқанымыз ғой, осы мемлекеттің, Қазақстан мемлекетінің ұрпағын, баласын, азаматын тәрбиелеп жатырмыз. Рахмет аға. Тағы бір хабарласқан көрермен бар екен, тыңдайық. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Имамға сұрақ қойып едім. Мен намаз бастағанмын да, сол таң намазын ғана оқып жүрдім, бола ма? Сосын кітапқа қарап оқуға бола ма? Рахмет. Алла ықыласыңызды арттырсын. Жалпы бұл кісінің сұрағына келетін болсақ, кітапқа қарап оқысақ бола ма деп жатыр ғой. Алғашқы енді бастап жатқан кісінің сұрағына ұқсайды, енді тек қана таң намазын оқып жатыр. Шариғатта 5 уақыт намаз бекітілген, 5 уақытта да оқу керек. Сонымен қоса, жаңа кітапқа қарап оқу, ол үйренгенге дейін ол рұқсат етілген. Өйткені қазір тип тастайтын болсақ, негізі намаз бір нәрсеге қарап оқуға болатын дүние емес. Олай тиятын болсақ, сол күйінде үйренбей қойып кетуі мүмкін. Сондықтан қазірге сіз сол неге кітапқа қарап үйренгенше тек қана намазыңызды оқисыз, және таң намазымен қоса тағы бір бірге 4-ті қосып алып 5 уақыт қылып оқыңыз иншалла. Жақсы. Бұрын жаңағы Рамазан кезінде осын имамдар айтып еді ғой, жаңағы кеп сұраған ғой жаңағы имамнан. Осы оразаның басында 3 күн, ортасында 3 күн, соңында 3 күн ұстайса болмай ма деп. Сіз жаңа айтқан екен. Жоқ, басында 10 күн, ортасында 10 күн, соңында 10 күн ұстайсашы деп тұр жаңа. Сонда парыздан құтыламыз деп. Сол сияқты Алла жеңілдік берсін. Енді тақырыпқа қайта оралсақ, мәселен кезінде осы айдың жарығымен ақ қаншама том-том еңбек жазып кеткен ғалымдарымыздың кітаптарын қазіргі ұрпақ 24 сағат мынау жарық жанып тұрса да оқып бітіре алмай жатыр. Уақыт таба алмай жатыр. Ағамыз айтып жатыр, кітап оқу керек деп. Бірақ соған уақытымыз жүре алмаймыз. Сол не себептен деп ойлайсыз? Неге 24 сағат жетпейді бізге? Дұрыс айтасыз. Ғалымдардың жаңағы сондай жарық жоқ кезде айдың жарығымен имам Науаида қарайтын болсақ 45 жыл ғана өмір сүрген. Қазіргі 90 жыл өмір сүріп, кітап жазатын адам оған жеткізе алмас деп ойлаймыз. Және сол сияқты имам Малик те осы кітап жазу барысында өзінің уақытын жиі пайдалану үшін ас ішкен кезде күніне туалетке, жалпы тысқа бір рет бару үшін ғана ас жейді екен, қалған уақытын біліммен шұғылданады екен. Яғни біз осы тұрғыда бірінші біз негізі уақытымыз дұрыс бар, бос уақытымыз жеткілікті десек те болады. Біз оны жаңа кітапқа деген махаббатымызды ашсақ қана біз бөле аламыз. Ал біз қашан ашамыз кітапқа деген махаббатты? Кітаптың бетін ашқаннан кейін барып ашамыз. Біз ол кітапты сыртын ғана ұстап, жақсы кітап екен деп қойып, ертең оқимын ғой деп ниеттенсек, онда біз ниетіміз жүзеге аспайды. Өйткені ешқашан ертең деме дейді, бүгін де кеше күннің ертеңі ғой дейді. Осындай жақсы сөз бар. Өйткені қазіргі өмір сүріп жатқан күніңде кеше күннің ертеңі болған. Осы жалпы адамның өмірін мезгілмен салыстырып қарайтын болсақ, 3 шақтан тұрады. Өткен шақ, осы шақ және келер шақ. Өткен шақта істеген іс-әрекетіміздің барлығы кетті, бітті. Ол қайтып келмейді. Мүмкін сіз бір жақсы амал жасадыңыз, мүмкін жаман амал жасадыңыз. Жаман амал жасап қойған болсаңыз, соған өкініп, Құдайдан тәубе етіп түзелу. Тек қана бізде сол. Ал енді осы шақ. Бұл шақта сіз қазіргі біздің отырған сәтіміз ғой енді қазіргі. Онымен қалай айналысып жатырмыз деген сияқты. Ал үшінші мәселе келер шақ. Ал келер шақта да мен көп деген жетістіктерге жетем деген бір игіліктер маған келеді деген бір сенім жоқ та. Оған жету үшін дәл осы шақты біз қалай пайдаланып жатырмыз, соған қарауымыз керек екен. Дәл осы шағыңда дұрыс өткізсең, өйткені бұл сенің өткен шағың мен осы келер шағың, осыдан келер шағың, яғни осыған байланысты болады. Ал тура әрбір келген сәтті дұрыс пайдаланып, әрбір келген сәтті дұрыс пайдаланып өтетін болсақ, біздің келешегіміз жарқын, болашағымыз ашық болады екен. Жақсы. Сондай аға, мысалы, білім іздену жолына түссеңші, оқысаңшы, әлде мүмкіндігің бар ғой дегенде, кейде адам баласын, мен енді жасым біразға жетіп қалды ғой, мен енді ары қарай қайда енді, ол тілді үйрене алмаспын деп өз-өзіне үкім шығарып қоятын жағдайлар бар ғой. Осындай кезде өз нәпсісін адам қалай жеңіп отыру керек аға? Ең бірінші адам баласы өзіне мақсат қою керек. Егер мысалы ол мақсаттың жақсы болатын, егер көзің жетіп, білімің деңгейің жететін болса, өзіңе мақсат қойса,
адам баласының мысалы қайбір мемлекеттерде мен сырт мемлекеттерде мына шығыс мемлекеттерінде үлкендерінде болдым, қызметкерлердің 7-8 тіл білетін де болды. Таңғаласың. Сол кезде айтамыз, бұл неге мемлекет қызметкерлері неге көп қаражат алады? Алып қарасаң 5-6 тіл біледі. Олар әркіммен жақсы сөйлесе алады. Кейінгі уақытта енді бізге де ыңғайлы болып жүр. Олардың мысалы ағылшын, неміс, қытай, кәріс тілі емес, олар да орыс тілдерінде оқып, орыс тілдерінде біліп үйреніп жатыр. Өйткені олар уақыт табады. Білдіңіз ба? Сіз уақыт жоқ емес. Тіл үйренуге, білім алуға уақыт жоқ емес. Баяғыда білесіздер ғой, кішкентай бір текстті жаттап алу үшін мектепке баратқанда емес, мына институтқа, техникум баратқан кезде автобуста кетіп баратқан 15 минутыңды бұрышта отырып жаттап алсаң болады. Далаға қарап та тұру 15 минут. А бірақ ана 15 минутта бірталай нәрсе жаттап аласың. Білдіңіз ба? Сондықтан мына әр уақытты адам өзі тиімді пайдаланамын деп жаңағы кісі айтып жатыр ғой, жақындаған оқып жатырмын деп, егер ниет жасап ары қарай адамның өзінде жүрегінде ниеті болып, өзіне мақсат қоятын болса, мақсатына жетпейтін адам болмайды ешқашанда. Өте жақсы. Сондай-ақ қарап отырсақ, біз енді ұлы ұстаз пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ғой. Сол пайғамбарымыз бос уақытын қалай тиімді пайдаланған? Осыны айтып отырсаңыз. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда бос уақыт болмады деп айтсақ та болады негізінде. Бұл өміріне қарайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам біздерге осы пайғамбарымыздың өмірі үлгі өнеге ғой негізінде. Соны үлгі етіп алатын болса, өйткені Құранда Алла айтты біздерге, пайғамбар сендерге ең жақсы үлгі өнеге деді. Соны алатын болсақ, біз сол уақытты тиімді пайдалану жолдарын үйренеміз. Ал пайғамбарымыз қалай өткізді? Ол кісі түнінің өзін, күннің былай тұрсын, түнінің өзін бөліп тастағанда, бізде түн бір-ақ бөлік қой, ұйықтаймыз болды. Ол кісі түнді 3 бөлікке бөлді дейді. Қалай? Бірінші сол отбасына арнады, яғни әйеліне, жұбайына арнады, бір бөлігін өзінің тынығуына арнады, бір бөлігін Аллах Тағалаға құлшылық қылуға арнады. Осылай. Инсан сүресінде айтады, түннің бір бөлігінде тұрып Аллах Тағаланы ұзақ уақыт бойы пәктеп Аллах Тағалаға сәжде қыл дегенде, бұл намазды, яғни тахажжуд намазын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіне уәжіп қылып, парыз қылып, үнемі оқитын болған. Яғни пайғамбарымыз түннің өзін тиімді. Ал күндізге келетін болсақ, күндіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам отбасына, сахабаларына, өйткені сахабалар келіп түрлі мәселелерді сұрады. Және сол сияқты өзіне және Аллах Тағалаға арнап осылай бөліп оны қолдана алды да. Пайғамбар жаңа сіз эфирдің басында айтқандай, бала шағаңды ойнатудың өзі бір уақыттағы бір тиімсіз пайдалану емес. Ол бала шағаға, әйеліңе, сол сияқты ортаға туысқандарыңа, қарым-қатынастағы кеткен уақыттардың барлығы бұл тиімді пайдаланған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннеті деп алсақ болады да. Сол біз пайғамбарымыз саллаллаху сүннетімен алып, шынымен де ұйқымыз аз болатын болса, біз көп жетістіктерге жетеміз. Түннің өзін сол пайғамбарымыздың үлгі етіп алуымыз керек. Өйткені белгілі ақын Мұқағали атамыз айтады ғой, түн маған ұйықтау үшін жаралмаған дейді. Ұйықтасын сапарлары өткендер деген, сапарларын тамамдаған дейді. Алдымда сапарым тұр, тарам-тарам, жете алмайым, егер жаңағы ұйықтасам қараң қалам дейді. Жаңағы өзін түнгі несінің өзін Мұқағали жаңағы ағамыз сол түннің бөлігін өзін ғылыммен айналысқандығын көрсетіп кетті да біздер. Жақсы. Яғни адам өзін кітап оқуға, құлшылық жасауға үнемі мотивациялап тұру керек қой, оның сауабын біліп мотивация жасап. Тағы бір телефон бар екен. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Мен екеуміз 5 уақыт намаз оқитын едік. Мен намазда міндетті түрде күйеуіме июым керек па, жоқ? Бөлек оқи беруіме бола ма? Рахмет сұрағыңызға. Бүгін енді жалпы тақырыбымыз уақыт жайлы болып жатыр, бірақ сұрақтардың барлығы намаз құлшылық жайлы. Ол да жақсы, Аллаға шүкір. Дұрыс, жаңа сіз айтпақшы сұрақ дұрыс, жаңағы уақыттағы жалпы тиім пайдалануға да негізінде қайшы сұрақтар деп айтсақ болады. Өйткені эфир уақыт жайлы болғандықтан, уақыт жайлы сұрақтар болса, негізі жақсырақ болады. Жаңа кісінің сұрағына жауап беріп кететін болсақ, жалпы ер кісінің артында, әйел кісі жаңағы артында тұрып, өзінің ер кісінің артында үй алады, яғни намаз оқи алады. Намаз оқи алады. Бөлек оқысы да болады, бірақ абзалы бірге оқыған дұрыс дейсіз. Яғни кішкене бір жамағат есебінде. Айтып жатырмыз ғой, жаңа 5 уақыт намазда расында да уақытымызды
үйлестіруге үлкен бір жол екен ғой, жаңа ағамыз айтып отыр ғой, жоспар құру керек деп. жоспар құру. Айтады ғой, жаңағы жұмысты намазыңа ыңғайлап құрсаң, онда жүйелі болады дейді ғой, жаңағы. Бұл Аллах бесінге дейін мынаны бітіремін, екіндіден кейін мынаны бітіремін деп, Алланың бізге бір бекерге берген дүниесі емес та бұл намаз дегеніміз. Жаңағы мұсылманның өміріндегі күнделікті өмірін тәртіпке келтіретін жүйе. Өйткені бұл арасын бөліп қарайтын болсақ, таң намаз, ерте тұрасың. Қазақта айтты, ерте тұрған ердің бірісі артық, ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірісі артық деп айтып кетті. Яғни ерте тұрамыз, таң намазын оқимыз да, біз сол уақыттан жұмысымызға дайындаламыз. Сол жұмысымызға барып түске дейін әркімнің жұмысымыздағы біреу ғайбат айтады, біреу артынан өсек айтады, үйтеді, бүйтеді, сонда бір жаман дүниелермен кеп рухымыз бір жаман нәрсеге сынып қалған кезде, бізге сол кезде бесін уақытсыз келеді, Аллаху акбар деп Алланы ұлықтаған кезде жаңағы нәрселердің бәрін пайғамбарымыз уәде бергендей күнәлардың барлығын біз жүрегімізден шығарамыз. Сол кезінде тағы да бір өзімізге сондай бір жаңадан бір рух пайда болып, ісімізге күш береді. Яғни бұл әрбір уақытты осылай қойғандығында Аллах тағаланың бұл үлкен хикмет жатыр. Яғни жұмысымызды жоспарлауға күш береді. Келесі сұрақ аға өзіңізге. Жалпы бағана жоспарлау деп жатсыз ғой. Мысалы айтады ғой, ертеңгі күнгі жоспарды бүгінгі күні кешке құрып қою керек дейді. Осыған келісесіз ба, және сіз жоспар қалай құрасыз? Қандай жоспар құрудың қыр-сырымен бөлісесіз? Ең бірінші, бауырым, бұл жоспардың алдында, дана Абай бабамыз айтқандай, ең бірінші жоспардың келесі ертеңгі жоспар құру үшін бүгінгі күнге өзіңе есеп бер дейді. 15-ші қара сөзінде болу керек. Әйтпесе аптасына, жұмасына бір рет, әйтпесе ең құрғанда бір айына бір рет деп. Егер сіз жоспар құратын адам, егер жоспар құратын болса, естіп отқан біздің теледидар көрмешілері, ертеңнен бастап жоспар құрып болатын болса, ең бірінші бүгін не істеді, соған ең бірінші өзіне есеп береді. Білдіңіз ба? Бұл жерде мына жоспар құрғанның өзі бір 4 қызығы бар. Мысалы, қызмет біз жасағаннан кейін, соң ғылыммен айналысып жүргеннен кейін, мысалы 4 үлкен жоспарды бөліп қоясыз. Ең бірінші маңызды, содан кейін жедел, екеуі. Маңызды және жедел. Өте маңызды ғой біріншісі. Өте маңызды, содан кейін жедел. Ол бітетін. Өзіңіз сұрақтарыңызды бөліп қойсаңыз өзіңе. Екінші, жедел, бірақ маңызды емес. Білдіңіз ба? Сол сұрақ. Келесісі жедел, маңызды, бірақ жедел емес. Білдіңіз ба? Келесісі маңызды да емес, жедел де емес. Бірақ істеу керек. Тіршілікке байланысты болғаны 4-ші сұрақ болады. Сондықтан өз сұрағыңызды ертеңгі күнге жоспарыңызды тура солай 4-ке бөліп қойсаңыз, ең бірінші прерогативасы бойынша күш қуаттың қай уақытта жететіні. Неге десеңіз, жаңағы нығметтің қойылғанының өзінде таң намазының ертеңгісін сағат 6-тан кейін оқитын болсаңыз, сағат 13:09-ға дейін ба, бірталай қанша 5 сағатта уақытыңыз бар. Сол уақытта сізден түнде демалып алған уақытыңыз, ағзаңыз демалып тұр, қаншама жұмыс жасауға болады. Қараңызшы, сонда намаз қойғанның уақыттың өзі бір кішкене былай адамға ыңғайландырып қойған. Барлық күш қуаты адамның қызмет жасайды. Сол кезде сіз маңызды іс-әрекетті ертеңгісінен түске дейін қалай бітіріп аласыз? Өзіңізге қойып қоясыз. 4-ке бөлген қағазыңыздың қасына жаңағы бітіргеніне қосу қоясыз, бітірмегеніңізге минус қоясыз. Күннің аяғында бұл жұмыс неге бітпеді деп өзіңізге өзіңіз жауап аласыз. Ертеңіне ананы тастайсыз. Сол кезде өзіңізге ыңғайлы болады. Өмір сүруіңіз, жұмыс жасауыңыздың өзі. Ең бірінші, мысалы, осы жұмысты бітірем деп далбалақтап жүгіре бергеннен кейін сол жұмысыңыз шалажансар бітіп қалуы мүмкін. Білдіңіз ба? Ал шалажансар біткен жұмысқа ертеңіне сіз қайта қайтасыз. Қайтадан ерте уақытыңызды өлтіресіз. Сондықтан тиянақты болу үшін жоспармен ғана іс-әрекет жасаған дұрыс болады. Біреуге берген уәдені де жоспарға кіргізуге бола ма? Міндетті түрде оны. Мысалы, уәде беріп қойдыңыз? Иә. Мысалы, мен сіздерге келемін, бүгін 20 дедім, ерте бағана мен сіз бір апта бұрын айтқанда жексенбі күні, дүйсенбі күні мен кездесетін уақыттарымды алдыға жылжытып, сіздің жолыңызға 1,5 сағатқа жолыңызды қойып қойдым. Өйткені мен сөз бердім ғой, келемін деп. Әйтпесе айтсам, кешіріңіздер, бара алмаймын деп. Оның өзін жоспарға кіргізіп қоясыз. Уәде жоспарда болмаса, ол орындалмайтын уәде. Ол абыройсыз қалып келеді. Абыройсыз қалып келеді. Рахмет аға. Тағы бір хабарласқан телекөрермен бар екен, тыңдайық. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз. Қандай сұрағыңыз бар? Алло. Қазір кітапқа қарап оқимын. Кім айтты? Кітапқа әсте кейіп оқимын да, намаздан түгел оқимын.
сабаққа отырып оқимын да екеуі. Рахмет апа, Алла тағала ықыласыңызды артырсын, сізге күш қуат берсін дейміз. Отырып оқысам, қарап оқысам дейді ғой, енді үлкен кісі. Үлкен кісі. Жалпы шариғатта намаз оқу тек қана тұрып қана оқумен емес, адамның хал ахуал дейді ғой, жағдайына қарай. Ең соңғы дәреже бұл сондай құлшылық қалмау керек. Сондай бір шартымен құлшылық. Ең соңғы дәреже ишаратпен оқуға біздерге үндейді да. Яғни көзіңіздің ишаратымен намаз оқуға болады. Яғни енді ол отырып оқу, ол әбден болады. Өйткені денсаулыққа байланысты. Ал енді қарап оқу егер шынымен де зейінге кірмесе, енді қарттық себебімен ол да бір қайтарылмайтын іс-әрекет. Яғни қабыл болып болмау бір Аллаға аян ғой. Біз бұл адамның құлшылығын қабыл қылатын, қабыл қылмайтын адам емес. Яғни ол әрекетін жалғастыра беру керек апамыз. Тағы бір телефон бар екен, тыңдай кетейік. Сұрағыңызды қоя беріңіз, тыңдап отырмыз. Имам аға, сұрағым бар еді. Мен діни білім алғым келеді да, үйде қыздарыма да үйреткім келеді. Соны бірінші неден бастасам болады? Соны сұрайын деген. Жақсы, рахмет, түсінікті. Бірінші неден бастасам болады дейді. Қыздарына да сол тәрбиені, діни білімді бергісі келеді. Біз жалпы бала шаға бана тәрбиеде де айтып кеттік қой. Бала шағаға осы тәрбие берген кезде жалпы сол исламды үйретуде бірінші ең кезекте керек десеңіз тысқа отырғызудан бұрын, тысқа қалай отыру керектігін үйретуден бұрын осы тақырыбымызға сай уақытты қалай пайдалану керектігін үйретуіміз керек та. Осыны үйрету арқылы одан кейін біз нені? Шариғатты үйретеміз. Және сол сияқты қалай деп жатыр, сіз уақытыңызды жақсылап жоспар қойып жүйелеңіз, және сол жүйеңіз арқылы осы уақытта мен жаңағы дәріс алуға барамын. Яғни қазір кез келген мешіттерде Алматы қаласы бойынша 51 мешіт болатын болса, егер Алматы қаласында болса ол кісі, сол кісіні әйел ұстаздар қамтылған мешіттер қазір баршылық. Сол кісілерге барып, дәріс алып, сол өзім алған дәрісті бала шағама үйретем болмаса, сол бала шағаммен бірге барып үйретем деп, күніңіздің сол аптасыда бір 2 күніңізді белгілеп қойсаңыз, солай үйренсеңіз болады, иншалла. Рахмет, мына уақытқа байланысты естігенде шығарсыздар. 1 жылдың қадірін білем десең, сыныпта қалған оқушыдан сұра, 1 айдың қадірін білем десең, нәрестесін 8 айлығында босанған келіншектен сұра дейді. 1 аптаның қадірін білем десең, апталық газет шығарушы редактордан сұра дейді. 1 минуттың қадірін білем десең, жол апатының алдын алып үлгермеген жолаушыдан сұра дейді, жүргізушіден сұра дейді. Ал 1 мини секундтың қадірін білем десең, әлемдік жарыста күміс жүлде алған спортшыдан сұра дейді. Қалай керемет айтқан аға. Осы тұста тағы да бірер ойынларыңызбен бөлісіп отырсаңыз, аға, осы уақыттың қадірін тек қана өзіміз ғана біліп қоймай, балаларымызға да үйрету үшін, немерелерімізге үйрету үшін қандай тәсілдерді қолданып отыру керек деп ойлайсыз аға? Бұл мына уақытты пайдаланудағы жоспарлы өмір сүру керек. Жоспарсыз ешқандай мемлекетте, ешқандай енді Алла сақтасын, жануардан басқасының бәрі де жоспармен жұмыс жасайтын шығар, бірақ оның өз бір табиғаттың бір өте бір жұмбақтары бар. Әйтпесе келеміз ғой, қазір мына май айында біз құралай дейміз. Айдың май айының 9-нан 15-нің арасында күн қатты суытады да, еліктің сол кезде енді мына қысымы келіп, сол кезде лақтайды. Неге лақтайды десеңіз, табиғаттың өзі құдіретті күшті Алланың ол кішкентай ғана шыққан кішке лақтың өмірін сүру үшін, жыртқыш аңдардан сақтау үшін жасап қойғаны. Өйткені жаңбыр жауады, қар жауады, жас лақтың иісі шықпайды. Сонан кейін жаңағы аналықтан түскен қанның иісі шықпайды. Сонымен ғана сонда жата береді. Артынан келетқан елік ананы оның иісін біледі, олардың басқа ферменті бар. Мына жыртқыш аң таппайды да, келесі кеткен аң анан еміз бар қарай кетіп қалады. Көрдіңіз бе? Сонда да айта алмайсың, мысалы аңда жоспарлай алмайды деп өмірін. Көрдіңіз бе? Ол жоспарламаса, айтпесе өзінің мысалы жаңағы күйекке түсетін уақытын басқа уақытта болатын болса, май айына келмейді ғой. Көрдіңіз бе? Алланың құдіреті күшті, бұл бір жаратқан иеміздің ол да бір үлкен бір сыйы шығар аңдарға дегенше. Ал біз енді адамбыз ғой. Өйткені адам болғаннан кейін міндетті түрде уақытты қалай жоғалтамыз? Уақытты тек қана жоспарсыз өткен уақыт сол жоғалтқан уақыт. Білдіңіз ба? Міне, ең маңыздылы болатын болса, жоспарласаңыз, сол жоспар сізді талапқа итереді. Ары қарай талапқа болғаннан кейін іс-әрекетке барасыз. Жаңа жоспарыңыз орындау үшін іс-әрекет жасады. Іс-әрекет не үшін? Сіз межеге жетуіңіз үшін. Межеге жетсеңіз, сіздің жоспарыңыздың орындалғаны. Білдіңіз ба? Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың
ағамыздың айтпақшы, әлемде бәсекеге қабілетті 30 мемлекеттің қатарына кіру үшін әрқайсымыз білімді болуымыз керек, яғни уақытты жоспарлап үйренуіміз керек. Солай ғой аға. Өйткені қазір мына технологиялар ғасыры ғой. Тіпті адам емес, роботтардың өзін сөйлетіп, қазір олардан сұхбат алып, осылай студияға шақырып, роботпен де сөйлесетін енді деңгейге жетті, Алланың қалауымен, иә. Енді қазір қалғуға болмайтын уақытта, осы өзіңіз айтқандай жоспарлап үйренсек, ол нұр үстіне нұр болады. Келесі қойылатын сұрақ, адам мысалы исламға көптеген ғалымдар таңғалып өтті ғой. Мәселен, Японияның ғалымдары, немесе ағылшынның ғалымдары Құранда айтылған ғылыми деректерге қарай отырып, исламды қабылдаған, иә? Тауларға қарап отырып, осы сияқты әрбір адам баласы Құранды ашып тұруға уақыт тапса, ол қандай игіліктерге бөленеді, қандай білім толтырады? Бұл жалпы Құран деген, жалпы Құранды керісінше ашпаса не болады деген сұрақ болса жақсырақ болады да. Өйткені Құран ол ашылу керек дүние. Күнделікті бірнеше рет ашылу керек дүние. Өйткені біздің адамдық сипатымыз, қалай өмір сүру керектігіміз, осының барлығын жаңағы қандай да бір жоспар жасасақ та, қалай істесек те жаңағы айтылып жатқан дүниелердің барлығын өте тиянақты, өте керемет атқарып шығуымыздың басы негізі осы Құран кәрімде. Өйткені біздің анадан туылып қабірімізге дейінгі және ол аралықта істелетін амалдарымыз қайсысы сауап, қайсысы күнә, қайсысы жалпы қоғамға пайдалы, қайсысы зиян. Керек десеңіз, өзіңнің денсаулығыңа қайсысы зиян, қайсысы пайда деген нәрселердің барлығы қамтылғандықтан оны күнделікті ашып тұруымыз керек. Яғни шама жетпесе қазақша мағынасын оқып түсініңіз. Өйткені оның өзі бір пайда, өйткені біз түсінуіміз керек қой Құранды. Ал ең маңызды пайдасына келетін болса, егер түсінбей арабшасын оқысаңыз да, ол сіз сауап алып жүрсіз. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар, Құранның әрбірінде сауап бар дейді. Және әрбір әріпте бір сауаптан 10-ға дейін дейді да. Пайғамбарымыз айтып кеткен хадисінде. Яғни бізге сол оқу арқылы біз сауап алады екенбіз. Жақсы. Әңгімелеріңізге рахмет. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар дейді аға. Өзіңіз бастап, уақытты қалай тиімді пайдаланамыз, не нәрсені ескеру керек, ертең сан соғып қалмау үшін бүгін не істеуіміз керек? Қысқаша ғана пікірлеріңіз. Бүгінгі өз өмірімізді жаңағы осы кездесуімізде айтылған бала тәрбиесімен жіберіп алмағаны, соның бәрін жоспарлы өмір сүру керек. Бала тәрбиесімен демалысыңды, қалай үлкен демалыс, кіші демалыс, әйтпесе үлкен бір қызметте жасаған іс-әрекетіңнен кейінгі демалысың бәрін жоспарлап жасайтын болсаңыз, уақытыңыз ысыраппен кетпейтін болады. Өте жақсы. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлем болсын. 5 нәрсе келместен бұрын мына 5 нәрсенің қадірін біліңдер деген, не? Қаусаған қарттықтан бұрын жеркілдеген жастықтың дейді. Сырқаттанбастан бұрын денсаулықтың, кедейліктен бұрын байлықтың, қарбаластан бұрын бос уақыттың, өлместен бұрын бұл өмірдің дейді. Сіздің алып қосарыңыз? Жалпы алып қосарым, бізге жалпы осы өмірде қандай да бір адамдардың арасында келіспеушілік, түсініспеушілік, сол сияқты қоғамда шығатын бір бүліктер, болмаса сондай кейбір қара пікірлер барлығы осы бос уақыттан қолдың бостығынан шығады негізінде. Соған байланысты біздің жаңа Қожа Ахмет Яссауи Диуани Хикмет кітабында айтылған керемет сөз бар. Кітабын оқыған бала дейді. Қараңыз, кітабын оқыған бала және сол сияқты егінін еккен егінші, қолы жұмыс істейтін тігінші және асханада тамақ пісірген әйелде жаман ой ойлауға уақыт болмайды дейді. Яғни біз бұдан не түсінеміз? Әрқашан іспен шұғылдан. Бір істі бітірдің бе, екіншісіне көш деп жатыр да. Сол кезде ешқандай да бүлікте, ешқандай біреудің атынан өсек айтуға да, біреуді жамандауға да, сондай бір бүлік шығаруға да, болмаса бір қара сондай пікір айтуға да уақытта болмайды екен да. Яғни біз әрбір ісімізді сондай немен өткізуіміз керек. Жаңа осы тұста тағы бір айтып кететін мәселе, біз көбінесе айтып жатамыз, ас ішкенде ысырап деп жатамыз, және сол сияқты дүние мүлікте ақшада ысырап деп жатамыз ғой. Негізінде ең маңызды ысырап бұл олардан алдыңғы қатарда тұратын осы уақытта ысырап болады да. Біз бала шағамызға нанның қиқымды шашып, нанның қиқымды теріңдер, ысырап қылмаңдар деп үйретпеуіміз керек біріншіден. Бірінші уақытты дұрыс пайдаланыңдар деп үйретеміз. Өйткені ол нәрсені нан қиқымды теру, оны қарғалар да істей алады, өйткені. Ол миы жоқ қарғалар. Егер сіз дастарханға барып, сыртқа барып төгіп жерсеңіз, қарғалар оны не алады? Шоқып жеп кетеді. Ал уақытты дұрыс пайдалануды көбісі істей алмайды да. Осыны үйретуіміз керек екен де біріншіміз. Жақсы.
Студиямызға келіп, алтын уақыттарыңызды бөлгендеріңізге көп рахмет айтамыз. Алла істеріңізге береке берсін. Құрметті телекөрермен, осымен хабарымыз аяқталды. Бүгін бізде хабарда қонақта болған Алматы Бас сәулет құрылыс академиясының вице-президенті, қоғам қайраткері Әділ Несіпбаев және Алматы қаласы Әбубәкір мешітінің наиб имамы Айдос Шарапатбекұлы. Кімнің уайымы дүние болса, Алла ісін ыдыратады, ал кімнің ісі ақырет болса, Алла ісінің басын біріктіреді. Біз уақытымызды өткізіп жатырмыз демеуіміз керек. Біз өмірімізді өткізіп жатырмыз деуіміз керек. Сол себептен әрқайсымыз бізге берген алтындай уақыттарымызды жүйелі пайдаланып үйренейік. Еліміз қуатты, өміріміз шуақты болсын.